Адал жар, ардақтаға, ақылшы дос, аяулы әкеміз Ерсайын Хасенұлын еске алу. 20 жыл өтті Асқар Тау құлағалы, 20 жыл өтті анам іздеп жылағалы. Әр күніміз сағынышпен өткенімен, жүрегіміз әке деп соғады әлі. Алла салды басымызға сынақты, жиі еске түсірумен жылатты. Қайғысы мен қызығы көп өмір-ай, бір көтеріп бірде жығып құлатты. Тәрбиеңді көріп өстік жасымнан, ешкім сенде сипамаған басымнан. Түсіне алмай қалдық әке артыңда, кетуіңде болды бізге тосыннан. Жылдар өтті, біз де болдық балалы, суретің атам ғой деп қарады. Жұмбағы мен сырлары көп дүние-ай, өзегімді өртеп бөліп барады. Асқар Тауымыз, ардақты әкеміз, қамқоршы ақылшы ағамыздың дүниеден озғанына міне атта 20 жыл болды. Әкеміздің ғибратты ғұмыры, туған жері мен халық үшін атқарған еңбегі бүгінгі ұрпақ біздерге жол көрсетер өнеге болары сөзсіз. Балалары Ұлы Отан соғысынан аман-есен оралғанға тәубе етіп, кіші ұлы Исайынның соңынан ерсін деп, атын Ерсайын деп қойған әжесі, Ұлжан анамыздың алғаш иіскеп мейірленген тұңғыш немересі Ерсайын Хасенұлы 1946 жылдың 12 ақпанында қазіргі Томар ауылының Тындыбай өлкесінде дүниеге келген. 1964 жылы Қарқаралы қаласының 11 жылдық орта мектеп интернатын Томар ауылының бір топ баласымен бірге бітіріп, үлкен өмірге жолдамалады. Сол жылы әкесі Жолдасбайұлы Хасеннен рұқсатын алып, Целиноград қаласына оқуға аттанады. Целиноград ауыл шаруашылығы институтына құжатын тапсырып оқуға түседі. Сол кездегі Целиноград қаласы қалың орыс ортасы еді. Алғашқы жылы оқу қиынға соққанмен, білімге зерек ұшқыр әкеміз ауыл шаруашылығы институтының ғылыми заттехния бөлімін 1969 жылы үздік аяқтап шығады. Өзін оқытқан профессорлар аталған институттың аспирантурасында қалуын өтінеді. Бірақ тағдыр ғылым жолына бұрмады. Әкесі өмірден озғаннан кейін үйдің үлкені ретінде қара шаңырақты, бауырлары Серік пен Ерболды, анасы Күлжәмиланы қолына алады. Диплом алып келісімен туған ауылында еңбекке араласты. Сол жылы отау тігіп отбасын құрды. Жас маман болып келіп, сол кездегі Прогресс кеңшарының Тоқылдақ, Айғыржал бөлімшелеріне жетекшілік етті. Прогресс кеңшарының бас зоотехнигі болып қызмет істеді. Ауыл шаруашылығы саласында жан аямай еңбек етіп, туған жерін көркейтуге қомақты үлес қосты. Өз білімі мен тәжірибесін ауылда мал басын көбейтуге ынтызарлықпен жұмсады. Бір кездегі Талды ауданының Доғалаң және Жамбыл кеңшарларында Қарағаш бөлімшесінде қызмет жасады. Ауыл өміріне белсене араласты. Аудан мен ауыл халқының қуанышында, мұң-мұқтажында, қайғысында бірге бөлісті. Кеңес одағы құлағаннан кейін шаруашылық құлдырап, жекешелендіру басталған уақытта ауыл малын талан-таражға салдырмай, халыққа пай ретінде әділ бөліп берудегі еңбегі де зор еді. Халқына сыйлы азамат болды. Бауырларына қамқор аға, екі сөйлемейтін қаталды әділ әке, еңбекті бағалай білетін қызметкер, әр бастаған ісінде жетістікке жететін өр мінезді азамат болып, ұрпақтарына өнеге боларлықтай адалда ғимаратты ғұмыр кешті. Ғылым білімге деген құштарлығы да ерекше еді. Ауылға келген білімдар адамдармен әңгімелескенді, сыртта білім жолына түскен ауыл азаматтарын ерекше сыйлап, олармен әңгіме дүкен құрғанды өте жақсы көруші еді.
ажал айтып келмейді ғой. 1998 жылы күз айындағы тосын аурудан басын көтере алмады. 1999 жылы 26 қаңтарда дүниеден озды. Небәрі 52 жас. Әттеңі көп қамшының сабындай қысқа өмір. Жаның жәннатта болсын, топырағың торқа болсын, әке. Алладан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім. Самғасам күш қуат демеуім, сүрінсем тірегім. Қалдырмас аязға ызғарға, алыбым асқар тауым. Жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым. Әр қашанда бейік көретін мен басқадан. Менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Қасиет киеңнің шыңына арнадым алғыс тағзым. Еш мектеп жете алмас құнына ең мықты ұстазым. Аңсайды ұлына әр әке, елде жоқ бақ қонғанын. Жетеді мен үшін жан әке, сөзде ақ болғаным. Әр қашанда бейік көретін мен басқадан. Менің әкем,